Сәлем, менің каналыма қош келдіңдер. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Сәбізді теркадан өткіземіз, болгарскийді осылай турап дайындаймыз. Оның барлығын мясорубкадан өткіземіз. Немесе төртбұрыштылап турауға да болады осылай. Ал сәбізіміз дайын болды, қызанаққа өтеміз. Барлығын жуып, туралап дайындаймыз. Төртбұрышты қылып турап шығып, мясорубкадан өткіземіз. Қызанақтарымызды осылай төртбұрыштылап турап шығамыз. Пияздарымызды соломка қылып тураймыз, кольца. Және де сарымсақ. Оларды да майдалап тураймыз. Міне осылай алюминиевый кастрюльге немесе қазанға қайнатамыз. 2 литрлік банкілерімізді жақсылап жуып, осылай салып шығамыз. Бұл екінші салат. Біраз уақыт күтеміз. Ол уақытқа дейін бізде бірінші салатымыз пісіп дайын болады. Міне осылай барлығын салып шығамыз. Стерилизовать етілген банканы осылай жауып дайындаймыз. Бұл бірінші салатымыз. Су құйылған, ішіне пияз, сарымсақ, помидор, қысқа өте дәмді салат. Ал мынау екінші салатымыз. Қайнаған, әрі тез өте дәмді болып шықты. Істеріңізге сәттілік, осылай дайындап көріңіздер.